Мына қазір бүгінгі таңда мына Назарбаевтың СССР тарағаннан кейін мына жүргізген саясатына байланысты қоғамда жаңа авторитарлық жүйе қалыптасқанын білесіздер енді. Авторитарлық жүйе ол енді тек жемқорларға, соларға сүйеніп, сол мына халықтың демократиялық қозғалысын тұншықтырып қана өмір сүре алады. Яғни авторитарлық қоғамда ол жемқорлық қатты белең алады. Енді оны өздерің көріп жүрсіздер. Қазір ауылдың әкімінен бастап, даже мектептің директорынан бастап, жаңа премьер-министрге дейін біздің Қазақстанда сотталып шықты, өздеріңіз білесіздер, жемқорлықпен. Яғни жемқорлық қазір бізде барлық саланы түгелдей жайлады. Дәл сондай жемқорлық ол біздің қазір мына армияда да бар. Бізді Қазақстанның қорғаныс министрлігі сол жерде жемқорлық бар. Сосын мына армияның ішіндегі офицерлердің арасында жемқорлық бар. Тіпті сол жемқорлықтың енді қазір мына не қылғаны соншалықты, дендеп кіріп кеткен соншалықты, олар өздерінің қылмысын жасыру үшін ана отарда, сосын арыста, естеріңіз білесіздер, жаңағы әскери снарядтарды да жарып, жаңағы адамдардың шығыны келді, ауылға зияндар тиді. Оның барлығы жайдан жай жарылып атқан жоқ қой. Ол сол жаңағы жемқорлыққа байланысты жетпей қалатын сол әскери жабдықтардың, солардың орнын жоқ қылу үшін, сол үшін жасалып атқан жаңағы жағдай. Ана бәріңіз ерсі көрсеңіздер, операция «Ай» дейтін кино бар ғой, комедия, баяғы Совет үкіметінің. Сол кездегі сондай ғой, бұл да қолдан қылмыс жасап, қолдан сол жаңағы жарылыстар ұйымдастырып, осылай артын өздерінің жаңағы қылмысын жасыру. Осы армиядағы сол жаңа жемқорлықтың міне әсері енді мына біздің армиядағы жаңағы саяси тәрбие ахуалдың өте жоқ болып кетті, тіпті өте төмен деңгейде екендігін көрсетеді. Бізде енді бәрімізде армияда служит, не қылдық, қызмет еттік. Мен мысалға өзім 2 жыл армияда қызмет еттім, жаңағы не болып, солдат болып. Біздің кезімізде де болды жаңағында, енді армияның тілімен айтқанда дедовщина дейтін. Бірақ енді олардың да ол дедовщина, ол кездің дедовщинасы мен мына қазіргі мына осы біздің Қазақстан армиясында болып отқан жағдайдың арасы тіпті жер мен көктей ғой енді. Ол кезде армияда тәртіп болды, дедовщина болғанмен де соны жаңағындай анандай келеңсіз, мына қазіргі мына айтуға да аузың бармайтын, жаңағы мына соңғы қайтыс болған солдаттың мысалы ғана Пірәлиев деген адвокаттың жариялаған несін адам тіпті тыңдауға да төбе қиқаң шымырлайды. Ер азаматтардың әйелдер істейтін нәрсені істеп жүргенде зорлықтары. Енді ол егерде шын болатын болса, бұл енді өте масқара жағдай. Бұл армияда ешқандай тәртіптің жоқтығын көрсетеді. Тіпті тәртіп емес, тіпті жаңағы ешқандай бір, қалай деп айтады, моральдық климатта жоқ екендігін көрсетеді ғой енді. Ол ер адамға анандай жасайтын болса, жыныстық қатынасқа баратын болса, енді ол масқара ғой. Сосын енді екінші, қазір мына қоғамда ол жөнінде де үлкен әңгімелер туып жатыр. Офицерлердің солдаттарға кредит алғызады дейді, жаңағындай. Армияға келген солдатқа кредит алғызып, соның ақшасын алып алады дейді. Сосын армиядағы солдаттарға жаңағы ауылдан ақша, әке-шешесінен ақша сұрап тұрады, жаңағы ішіндегі солдаттар, или болмаса офицерлер. Бұлардың барлығы ең соңында айналып келгенде, енді елдің бәрі бірдей мықты емес қой, ішінде әлсіздеу де болады мысалға. Сол әлсіз жігіттер жаңағыдай, сол жігіттер өз-өзіне қол жұмсауға дейін барып жатыр. Өздеріңіз білесіздер, соңғы уақытта бұл өте жиілеп кетті. Бұның қандай біздің қоғамға қандай қаупі бар? Бұның қоғамға қаупі енді отанды қорғайтын біздің солдаттарға, енді өздеріңіз білесіздер ғой, егерде армияда сондай жағдай болатын болса, оларды қалай отанды қорғайды? Бұл дейтін мемлекеттің қауіпсіздігіне келтіріліп жатқан нұсқан ғой. Сондықтан енді бұл жерде әрине, егерде бізде бір демократиялық мемлекет болатын болса, біздің депутаттарымыз халық сайлаған болса, бұл мәселені көтеріп жаңағы мәжілісте,
сосын бұл мәселені көтеріп, ана қорғаныс министрінің өткендегі жаңағы ұнамаса көшіп кетің деп өзінше халыққа жаңағындай менменсіп қарамай жүрген, бұл қазақша бір ауыз сөз білмейтін, оны жұмыстан шығарттырып, тіпті соттатып жаңағындай, осындай неге алып барған үшін, тіпті соттатпағанның өзінде де жұмыстан шығарып, орнына басқа бір жаңағындай білімді, жаңағындай мәдениетті, қазақ тілін жақсы білетін сондай бір адамдарды алып келіп сол жерге орнына қойғызуға, ол енді бізде дейді авторитарлық қоғамға, авторитет диктаторға дәл сондай адамдар керек қой енді, жаңағындай ұнамасаң көшіп кет деп халықпен санаспайтын, тек өзіне ғана, өзінің алдында ғана жағымпазданатын, өзіне қарсы шықпайтын, вот сондай адамдар керек. Өйткені әскерилер жаңағыдай диктатордың бірінші қорқатыны ол әскерилер. Әскерилерде мысалы военный бунт болады деп ойлайды, әскери офицерлер тарапынан жаңағындай әділетсіздікке қарсы не болады деп ойлайды, қозғалыстар болады деп ойлайды. Сондықтан олар сол диктаторлардың міндеті әуелден солай. Олар өздерінің армияға өздерінің жағымпаздарын қояды, өздерінің айтқаннан шықпайтын. Вот сол енді айналып келгенде сол жаңа демократияның жоқтығы, міне айналып келгенде сол жаңағы біздің балдарымыздың өмірлеріне қауіп төндіріп жатыр. Сондықтан айтады ғой, саясатпен сен айналыспасаң, айналыспай-ақ қой, бірақ саясат бәрібір сенімен айналысады деп. Сол жаңа ғана қайтыс болып отқан балдардың әке-шешелері мысалы саясатпен айналыспаймыз деп жүрген адамдар, бірақ саясат олармен айналысып жатыр. Яғни қоғамды демократияландырмай, қоғамда жаңағындай әділетті азаматты қоғам орнатпай, бұл келеңсіз жағдай армияда бола береді, өкінішке орай. Сондықтан мына қазір Атажұрт партия, қоғамдық қозғалысы партиясы, сосын мына жаңа Қазақстан, алға Қазақстан, тағы да басқа сол демократиялық қозғалыстарды тіркетіп, сол халықтың азаматты қоғам қалыптастырып, сосын жаңағындай сайлауға демократиялық жолмен түсіріп, депутаттардың арасында халық сайлаған депутаттар шығып партиялар. Вот сол кезде ғана тәртіп болмаса, мен қазіргі таңда осы бүгін ертең осы армиядағы мына келеңсіз жағдайды, мына біздің авторитарлық билік жояды дегенге мен өз басым сенбеймін. Сосын енді бұл жерде әрине тағы да жаңағындай қылмыстық іс қозғалады, оған жаңа өздерінің жаңағындай арнайы адвокаттарын апарып тығады. Ол адвокаттар барады ертең аяғын сырғымшықтандырып, ешқандай көрдіңіздер ғой, Серік Пірәлиев барды да бүлдірді. Яғни ол биліктің адвокаты емес, ол барды шындықты айқайлап айтты. Енді міне шошып кетті, енді өздерінің жаңағындай адвокаттарын апарып тығады ертең. Сол адвокаттар ертең бәрін жылы жауып, аяғын сырғымшықтандырып, дауды бытшытын шығарады, айналғанда не болғанын халық түсінбей қалады. Вот осындай жағдай айтатын қысқаша. Мына сайлау деген мәселеге енді алдында бір әншек сөйлеп кетті, енді ол азамат мені дұрыс түсінеді деп есептеймін. Мен ол сайлау жөнінде бір ойымды айта кетейін деп отырмын. Мына біздер, жасым қазір 63-те менің, 63-ке Құдай қаласа биыл августте толамыз. Біз Совет үкіметінің кезінде де жұмыс жасадық. Сол кезде жаңағы біздерде жаңа атқару комитеті дейтін болды. Совет халық депутаты атқару комитеті. Яғни сол Советте мен осы университет бітіріп барғаннан кейін сол Совет саласында қызмет еттім. Аудандық кеңестің төрағасына дейін, дәрежеге дейін көтерілдім. Оның көтерілуінің негізгі себебі ол кезде жаңағы депутаттарды сол халық сайлап қоятын еді. Депутаттарды халық сайлағанда ол сайлаудың қалай өткенін білетін еді. Ол халықты сол сайлаудың дауысын санайтын өздеріміз, сол өзіміздің жаңағы халықтың ішінен адамдары болды. Тәуелсіз азаматтар болды, Шакер? Тәуелсіз азаматтар болды ғой, партияның айтқанымен жүрмейтін емес, тәуелсіз азаматтар болды ғой. Ол енді партияныкі, ол енді партияда, ол әрине диктатурасы болды ғой, бірақ мына ішінде мына депутаттарға келгенде ауылдық жерде олар жаңағындай олар тікелей араласқан жоқ, олар жаңағындай сайлау біздікіндей қазір сайлау комиссиясын өздерінің несінен қояды деген ондай болған жоқ. Жалпы ол емес айтайын дегенім. Мен айтайын дегенім сол кезде сол демократия болды да, сол демократия кейін мына Қазақстанда мына Совет үкіметі тарағаннан кейін Назарбаев келді де жаңағы бізде әуелі ол бірінші хатшы болды, одан кейін жаңа президент болды. Сол президент болғанда басында жаңағы советтік жүйе, сосын мына Назарбаевтың әкімшілігі екеуі қатарынан болды. Қатар жүрді. Сол кезде
Назарбаев көрді. Ана демократия, өйткені депутаттардың өздері сайлап қояды. Мысалға мені сайлады аудандық кеңес төрағасы қылып. Мен әкімнің жаңағы ақшасын, бюджетін мен бекітіп берем депутаттармен. Сосын жаңа халықтың сол жердегі әлеуметтік жағдайына ақшаны қалай бөлуді, сосын сол ақшаны жаңағы қалай әкім жұмсап жатыр, соны біз жаңағы не қыламыз, қадағалап отырамыз. Әкімді сессияға шақырып алып, кәдімгідей тыңдаймыз. Әкімнің мамандарын жұмыс жасамайтын шығарамыз. Бұл Назарбаевқа ұнаған жоқ. Назарбаевқа ұнамағаннан кейін ол енді марқұм болған ана Заменбек кейін кінәсін түсініп кешірім сұрады ғой. Ол сол жаңағы Назарбаев сол советті қалайда тарату керек болды, жаңа кеңестерді, демократиялық нені. Сөйтті де ол Заманбектің қолымен жаңа кеңестерді өзін өзі таратты дегенмен таратып жіберді. Содан кейін ол жаңағы марқұм Шайкенов дейтін кісі болды, жаңа Россиядан келген министр. Сол Шайкеновтың көмегімен ана жоғары соттың судьяларын, жоғары соттың төрағаларын бір күнде бір приказбен жұмыстан бәрін қуып тастады. Содан кейін соттарды өзі тағайындайтын заңды сол Шайкеновтың қолымен жасап алды. Содан кейін естеріңізде болса, өзінің указы, оны ол кезде өзі ешқандай совет болған жоқ, өзінің указымен жаңағы бүкіл совет тарап кеткеннен кейін өзі жеке дара басқарып, заңдарды өзіне қаратып алды. Сол кезде мына сайлау туралы заңға өзгеріс жасады, қоғамдық ұйымдар туралы заңға өзгерістер жасады, конституцияға да өзгерістер жасап жіберді. Сөйтіп ол өзінің авторитарлық заңда жүйені қалыптастыру үшін заңдарын жасап алды. Міне енді осы заң, сол заң, мына сайлау туралы заң, сол мына партия туралы заң, сосын мына сот туралы заң, сол үш заң қазір бүгінгі таңда ол жаңа Назарбаевқа мына авторитарлық диктатуралық жүйені қалыптастыруына 30 жылдың ішінде толық жағдай жасады. Сондықтан бұл жерде ана сайлау туралы заң, баяғы Тоқаев сол Назарбаевтың сайлау туралы заңын, Назарбаевтың партия туралы заңын, Назарбаевтың сот жүйесі туралы заңын өзіне алып отыр, ешқандай өзгеріс жасамастан. Яғни Тоқаевқа ол авторитарлық диктатуралық жүйе ұнап отыр. Өзінің айтқаны айналасы толған жағымпаз, халықтың айтқан үнін оған тыңдамасаң да болады, тыңдасаң да болады. Тыңдағың келсе тыңдайсың, тыңдағың келмесе тыңдамайсың. Біздің Қазақстанның мына территориялық бір-бірінен облыстың алшақтығы орналасқаны оған тіпті жақсы. Сосын мына Астана сияқты қалада отырып алады да, Алматыдағы дүмпу оған тіпті ешқандай қорқынышты емес. Сосын еще жаңағы Путиннің несі бар жаңағы әскері бар, көмекке келе қоятын кез келген кезде. Міне осы үшін ол алды, осы сайлау заңымен, осымен енді жаңағы ылжи демократиялық жұмыстар жасап жатыр. Яғни әуелі өзін сайлатып алды, кезектен сайлаумен. Өздеріңіз білесіздер, ол жерде де жаңа сайлау туралы заңға сәйкес өздерінің адамдарын жаңағы кукла дейді ғой, сондай ылжи кандидаттарын тіркетті. Бұлай тіркегісі келген кандидаттардың ешқайсысын тіркетпеді. Өйткен себебі президент болу үшін өзін ұсына алмайсың, тек партиядан ұсынасың. А партиядан ұсынау үшін ол партия жаңа оппозициялық нелерді өлсе де ұсына ма? Ешкім ұсынбайды. Тіпті ана баяғы жаңа социал-демократиялық партия ОСДП демейді, жаңа кімнің баяғы сол ол партияның өзі де, мысалға, кім Жасағал Қуанышәлі мені ұсын деп өтініш жасап еді, оны да ұсынған жоқ. Айналып келгенде өздерінің бір жаңағы ешқандай халық білмейтін бір адамын ұсынды да, сөйтіп ол кукла депутаттар Тоқаевтың сайлануына не қылды. Сосын енді соның өзінде де Тоқаевты халықтың көбі дұрыс сайламады. Өздеріңіз білесіздер, Алматыда қанша дауыс берді, барлық жерде қанша. Бірақ сол дауысты санайтын сайлау комиссиясы сол бір ғана партияның, сол жаңағы баяғы Нұр Отан, қазір Аманат партиясының адамдарынан сайланған, аппарат президенттің адамдарынан сайланған. Сол бұл жерде енді сайлаудың қалай болғаны мәнді емес, сайлауға адамның дауысын санау мәнді деп айтады ғой, негізгі мәселе сол деп. Солай негізінде ол қанша халық қанша келді, оны бір Құдайдың өзі біледі. Өткен себебі сайлау комиссиялары өздерінің адамдары, өздері қандай цифрда жазады, сондай цифрда жазады. Осындай сайлау енді кеше жаңағы айтып отқандай сенат депутаттарында жаңа президент Назарбаевты жасап қойған тек қана өздері ғана ұсынады да, жаңа өздерінің маслихаттарынан сайлайды, облыстық маслихатынан, аудандық маслихаттан, сол күлең өздерінің жаңағындай депутат сымақтары сайлайды, сөйтіп сенатын сайлап алды. Енді міне
мына жаңағы мәжілістің депутаттарын сайлауға келгенде енді бұл жерде 30%-ін жаңағы мажоритарлық системадан деді, яғни өз-өзін ұсынады деген. Ал енді осыған келейік, жақсы. Мысалға, кеше маған Маңғыстаудың азаматтары ұсыныс жасады. Шыңғуат аға, сіз де біз енді Маңғыстаудың адамысыз, анаусыз, заңгерсіз, түсіңізші деп. Мен сол кезде ол азаматтарға айттым, айналайындар дедім. Мен ешқашанда сайлаудан қорқып, бірдемеден қорқатын адам емеспін, ойымды ашық айтатын адаммын. Мен биліктің жауы емеспін, бірақ билікке ойымды ашық айтатын адаммын. Ана Маңғыстаудағы жұмыссыздар, ана жаңа өзендегі өткендегі қанды қырғын, оның барлығын мен ертең мәжіліске барсам айтуға міндеттімін. Менің арым жібермейді айтпауға. Сосын мен облыстың әкімін аяғынан тік тұрғызып қойып, сол мәжілісте неге салам, талқыға салам. Сол сияқты Тоқаевтың өзі де мен тиісем. Маңғыстаудағы жұмыссыздықтар жөнінде, Маңғыстау мұнайшылардың жағдайы жөнінде. Сондықтан мені біле тұра, сондай адам екенін біле тұра, олар өлсе де мені өткізе ме ол жерге? Тіпті облыстың әкімі көлденең жатып алса да өткізбейді ғой сол жерде. Деді, ол түсіпті ғой, сайлау комиссиясына тапсырмай береді ғой, Шыңғуатты өлсең де өткізбеңіздер деп. Сондықтан ол жерде басқа бір адам түседі, менің дауысым жетпей қалады да, анадан өтеді. Ол жөнінде ешқандай күмәндарыңыз болмасын. Сайлауға қазір түсетін адал азаматтардың, жаңағы алдымызда бір азамат айтып кетті ғой, мен сайлауға түсіп жатырмын деп. Олардың біреуін де өткізбейді. Ішінде өздерінің жаңағы бұрыннан мына оппозицияның арасына тығыз жіберген, жаңағы сайлауға жақындағанда аздап бір не айтып жүрген, сына айтып жүрген, сол бұрын Тоқаевтың қолынан орын алған, Тоқаевтың қолынан не алған, сондай азаматтардың өздерінің өтеді. Жалпы былай болады, естеріңізде болсын. Қазір мына сайлау заңы тұрғанда, жаңағы айтып отқандай партиялар заңы тұрғанда, сот жүйесі тұрғанда, олар ешкімнен қорықпайды. Олар алдын ала, мысалға, аппарат президенті болсын, Карин болсын, президент Тоқаевтың онымен айналыспайды, олар алдын ала список дайындайды. Жаңа партиялардан Екібастан, ол Аманат партиясынан түседі, өздерінің жаңа кукла партияларының әрқайсысына бөліп береді. Ол жерде де жаңа өздерінің арасында торық болады. Өздерінің арасында қарайған қаражат түседі. Жаңағы, мысалға, Аманат партиясына мынандай процент береді. Ана халық дейді ғой, бая коммунистік партияға мынандай береді. Сосын жаңағы Вашингтон партиясына жылауыққа оғанда бір уақыт орын береді. Сол сияқты мына соңғы сайланған партияға да бір азғантай бірдеме береді. Байтағы бар, несі бар, бөліп береді. Ол орындардың барлығы жаңағы ана партиялар алады да, сол орындарға жаңағы кілең байларды солардан ақшасын алып, өткендегі ана Россияның несін сөзін сөйлеп отқан бір айуан болды ғой жаңағы. Сол сияқтылар кілең байшыкештер ғой, олар ешқандай саясатпен шаруашылық, олар ақшасын төлейді де депутат болады. Сосын депутат болады да, олар сол жерде отырады, ойын ойнап компьютермен. Міне, содан кейін жаңағы 30% мажоритарлық системаның өзіне, олар солардың өзіне өздерінің адамдарын өткізеді азаматтар. Оған сіздердің күмәніңіз болмасын. Ол жерде түгелдей жаңа сайлау комиссиясында да барында тапсырма болады. Альтернативтердің ішінде өздерінің адамдары болады. Солар өздерінің өтеді. Ол жерде де жаңағындай қаражат, коррупция орын алады. Жаңағындай, мысалға, байлар өздерінің ақшасын төлеп, солдан өткізуге жұмыстанады. Оның барлығы мына коррупциялық, авторитарлық жүйеде сайлау деген, оның барлығы ешқандай сайлау емес, ол тағайындау, алдын ала тағайындалған тізім бойынша өтеді сол адамдар. Ол жерде жаңағы айтып отқанда ешкімді олар өткізбейді азаматтары. Сондықтан мен айтатыным менің мына сайлауға болатын сайлауға әрине түсем деген азаматтар түссін, көрсін, өздерінің жаңағы тәжірибесін, саяси тәжірибесін шыңдасын. Өздері, мысалға, осы кезге дейін біздеген саясатпен біздер айналыстық, жаңағы біледі ғой не зат екенін, сіздердің көпшілігіңіз білесіздер не зат екенін. Олар да, жастар да білсін саясаттың не екенін, көрсін. Мына коррупциялық жүйенің не екенін көрсін. Яғни бастар тасқа тисе де ол да пайда ғой не алуға, опыт алуға. Бірақ та ол азаматтардың бұл жерде өтпей қалып жатса ертең олардың кемшілігі емес. Ол мына біздің сайлау заңының соның авторитарлық жүйеге лайықталып жасалғандығы. Сол сияқты мына партияның да, мысалы, мына қазіргі
біздің мына жаңағы Алға Қазақстанның өздері естілді 10-шы рет барып тіркеле алмай жатыр. Ал басқа байтақ бар, бойтық бар, біреу бар, ешкім білмейтін, или болмаса басқа бизнесмендер ешкім білмейтін, олар тіркеліп жатыр. Сіздерде мысалы сіздің партиядан да ертең тіркемейді. Өткен себебі ана партияны қазір тіркейді Әділет министрлігі. Әділет министрлігі кім? Ол біздің билік. А билік өзінің оппозицияны өсе де тіркемейді. Сондықтан құрметті азаматтар, біздер қазір қоғамда үш заңды өзгертпей ешқандай демократия болмайды, ешқандай сайлауға түсудің тіпті қажеттігі жоқ. Ол бірінші сайлау туралы заң. Екінші партия туралы заң, яғни қоғамдық бірлестіктер туралы. Үшінші сот жүйесі туралы заң. Сот жүйесі пока президент бекітіп отқанда, пока әкімшілікке бағынышты болғанда, сіздер сайлаудан ертең ұтылып, заңсыз ұтылып, сол сайлаудың нәтижесін сотқа бергенде судьялар сіздердің пайдаңызға шешпейді. Вот сондықтан қазір мен мына сайлау жүйесіне айтатыным, әрине мен ешкімге түспей деп айтпаймын, түсің, көрің не екенін, бірақ та естеріңізде болсын, әділетті адамдардың біреу өтпейді. Мына сайлауға өтетіндер жаңағы айтып отқандай өздерінің адамдары біріншіден, сосын біздің арамызда жүрген жаңағы жасырын бұрыннан ілжи оппозиционерлер дейді, солар өтеді. Сосын мысалға ана кешегі жаңағы адвокаттардың комиссиясын басқарғандар солар, олардың өзіне де мысалға мен айтайын да қазір, олардың өздерінен де олар қауіптенеді. Оларға тіпті ол сияқты адамдар да керек емес. Оларға керек мынандай үндемей отыратын, жат десе жататын, тұр десе тұратын, жаңағы өткендегідей ана малшымын деп жүрген ана Россияны мақтап жүрген депутат бар ғой, екі ауыз сөздің басын құрап айта алмайтын. Бірақ ақшасы, миллион ақшасы бар. Вот солар ғана өтеді. Міне сондықтан менің айтатыным осы сайлау жөнінде. Сайлаудың заңдарын өзгертпей, пока сайлауға түсу, ол ешқандай нәтиже бермейді. Сондықтан біз алдағы уақытта сіздердің партияңыз бар, басқа партиялар бар, сол үш заңды өзгерту жөнінде жаңағындай халықтың алдына мәселе көтеруіміз керек. Халықтың алдына айтуымыз керек. Осы үш заңды өзгертуге бүкіл халық болып жаңағындай не жасаймыз ба, құрылтай жасаймыз ба, білмеймін. Әйтеуір қандай жолы бар, сол бір жолмен осы үш заңды өзгертіп алып, содан кейін барып жаңағы партияны тіркетіп алып, біздер жаңағыдай оппозициялық партияларды, сосын жаңағы сайлау комиссиясын халықтың сол оппозициялық партиялардың қатысуымен сайлау комиссиясын жасап, содан кейін барып сайлау жөнінде әңгіме айтуға болады. Мен қазір мына мәселе мына жерде уақытта тар ғой, сондықтан жаңа бір азаматтар айтып кетті ғой, осы жаңағы сол сайлау енді бәрі де түсініп отыр ғой, сайлау заңын өзгерттірмей, жаңа сайлау комиссиясын демократияландырмай, сот жүйесін не қылмай, ешқандай әділеттілік болмайтын. Сосын жаңа бір азамат айтты ғой, онда не істеуіміз керек деп. Баяғыда Россияда крепостнойлық правадан құтыла алмай, орыстар орыстың ойшылдары не қылғанда Герцен деген что делать деп жазған ғой, сол сияқты ғой. Қазір біздің қоғамда да сондай қалыпты сұрақ тұр ғой, не істеу керек деген. Енді мен де осы жөнінде көп ойланам ғой, заңгермін, ойланам. Мысалға сіздерге қарағанда мен білем сол заңдардың қандай қоғамға қандай ықпалы бар екендігін. Ең азы мысалға бір ғана мысал айтайын. Ана кеше олар қосаныпты сайлайтын кезде, мына халық бақылаушылар дейтін шықты да, олардың жаңағы артын ашып тастай жаздады. Олар келетте жаңа сайлау өтіп атқан жерге келіп, аналардың сатылған сайлау комиссиясының бұлықтарын ашты. Енді соны олар білді де, енді заңға сосын олар енді біз сияқты тек жаңағындай емес, олар жаңағындай заңға өзгеріс енгізу керектігін түсінді, айтарлық жүйе. Сосын жақында осы сайлауға дейін олар заңға өзгеріс енгізді. Енді бұрынғыдай кез келген мен сен барып бақылаушы бола алмаймыз. Ол үшін бақылаушы боласың, тек қана жаңағы айтып отқандай аккредитация дейді ғой жаңа журналистердің. Қазір новый заң бойынша сен әуелі рұқсат аласың, а саған өлсең де рұқсат бермейді. Өздерінің жаңағыдай кукла бақылаушыларына келіп қояды. Сол кукла бақылаушылар аналардың жасаған махинацияларына көзін жұмады. Вот сайлау заң деген мәселе міне осы. Сондықтан осы заңды қалай өзгерту керек? Енді не істеу керек? Міне жаңа айтып жатырсыздар ғой, енді не істеуге болады? Міне сіз жалынды жассыз, жаңа айтып отқаныңыз рас, дұрыс, енді 45-те енді қамал бұзатын жастарсыз. Міне сіздердің жастардың негізгі жұмысы қазір анандай олардың жаңағы авторитарлық жаңағындай саяси лас ойынына араласып, олардың сайлауын демократияландырып түр көрсетіп шетелдің алдында, сөйтіп бостан босқа бастарыңызды тасқа тигізгеннен көре, бастарын тасқа соққаннан көре,
Менің ойымша мынандай жасау керек. Мына халыққа түсіндіріп айту керек. Халыққа әр жерде айта беру керек. Халыққа түсіндіріп, барлық жазушылар, зиялылар, журналистер барлығын түсіндіріп айту керек. Мына авторитарлық қоғам дегеніміз, мына жемқорлық дегеніміз халықты уже тығырыққа таяды. Мынау қымбатшылық, мынау жұмыссыздық, мынау. Бұның бір ғана жолы бар, ол тек қана қоғамда азаматтық қоғам орнату. Азаматтық қоғам орнату үшін бір ғана жолы бар, ол мына сайлау туралы заң, партия туралы заң, сот жүйесі, үш заңды демократияландыру. Ол заңдардың проектісін өзіміз жасап береміз. Тіпті жаңағы айтып отқандай, баяғы конституция бар ғой, біздің мына Назарбаевтың жоқ қылып тастаған. Тіпті сол конституцияны қайтарғанның өзі де бірталай демократиялық азаматтық қоғам орнатуға көмектеседі. Міне сол үш заңды орнату жөнінде халықты егерде оята алса, халық соған көтеріле алса, мысалға мұнайшылар, Маңғыстаудың мұнайшылары тек маған жұмыс бер деп емес, осы маған жұмыс емес, мына заңды бер деп тұрып алса алаңда. Болмаса жаңағы айтып отқандай халық референдум бар ғой, референдум туралы заң. Онда айтылады ғой, мысалға 1 миллион халық егерде қол қойып петиция апарып берсе, Тоқаев міндетті түрде референдум тағайындау керек. Референдумның алдында осы үш вопросты қойып, осы заңдарды демократияландыру. Вот сол кезде билік амал жоқ. Или болмаса билікке былай деп айтасыз ғой, міне заңды эволюциялық жолмен хотите, эволюциялық жолмен мына заңды бізге жасатуға көмектесің референдумда. Болмаған жағдайда, онда біз эволюциялық жолмен жасаймыз десе, амал жоқ жасайды. Мен сіздерге айтайын, амал жоқ, бейбіт жолмен жасайды. Ол Тоқаев болсын, басқа болсын, ертең келгенде халық тек олардың жаңағы лас саяси ойын араласып, баяғы Тоқаевты сайлау үшін жаңағы қосанып жеңді. Мен ол жерде 100% қосанып жеңді. Бірақ сайлау комиссиясы қосаныпты жеңісін Тоқаевқа жазып берді. Сондай қылған, сондай болады осы жолы да сіздерде. Сондықтан бір ғана жолы бар, менің ойымша, сол қоғамдағы мына халыққа мына үш заңды өзгерту мәселесін көтеру керек. Бұрынғыдай тек митингге шығып алып, анау-мынау емес, жаңағы үй бер, жұмыс бер, олардың барлығы азаматтық қоғам болса өзіне жасалынады. Бұл жерде тек қана қоғамды демократияландыру үшін тек қана үш талап қою керек, үш талап. Басқа ешқандай талап қоймау керек. Үш талап, үш заңды өзгерту. Яғни үш заңды өзгертіп бер, қалған халықтың өзі жасайды. Өзі сайлап алады, депутаттарын өзі сайлап алады, президентін өзі сайлап алады, жаңағындай үкіметін. Сол кезде сол өзі сайлаған үкіметі өздері жасайды халыққа жағдайдың барлығын. Ал қазір біздердің жаңағы айтып отқандай солардың мына спектакліне, лас спектакліне біз араласып, олардың спектакліне, олар мына 30% бергенде не үшін жасап отыр? Осы мына шетелдің алдында өздерін көрсету үшін. Біздерде авторитарлық жүйе емес, біздерде демократиялық жүйе. Міне түсіп жатыр азаматтар деген сияқты. Ал айналып келгенде сайлайтын сайлау комиссиясындағы санайтын адамдар өздерінің адамдары. Олар ана өздерінің бекітіп берген списогімен ертең өткізіп жібереді. Болды. Сол мен сіздерге айтайын дегенім.